Қалағаным тез орындалсын десеңіз, ең әуелі тез деген сөзді алып тастаңыз. Себебі ғалам асыққанды жақсы көрмейді. Армысыздар достар, сіздермен әдеттегенше Әдия Аралбай каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен армандар туралы тақырыпты қозғайтын боламыз. Каналынан алыстамаңыздар, бүгін біраз тамаша ақпараттармен бөлісетін боламын. Ал мен бастаймын. Тақырыпты бастамастан бұрын сіздерден сұрайтын кішігірім өтініш. Егер де менің каналым ұнайтын болса, міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Егер де видео ұнап пайдасын тигізіп жатса, онда лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Ал мен бастаймын. Басында айтып өткендей, қалағаның тез орындалғың келсе, онда тез деген сөзді алып тастау керек. Неге? Өйткені ғалам жалпы асыққанды жақсы көрмейді. Жалпы біз бір нәрсеге өте көп көңілімізді бөліп, соған көп ойымызды бөліп, энергиямызды бөлетін болсақ, ода жаңағыдай Вадим Зеланд айтқандай, избыточный потенциал болады, яғни оған шамадан тыс көп энергия кетіп қалады. Есесіне біз басқа жақтарда өзіміздің энергиямызды, күш қуатымызды қолдана алмай қаламыз. Сол себептен де кез келген нәрседе ең әуелі бірінші ереже ол қалағаныңды тек қана ойлау және оны логикаға салмау. Яғни ол қалай келеді, оған ақша қайдан келеді, немесе ондай дүние менімен болу мүмкін емес деген сияқты нәрселерді көп ойласаңыз, онда ол міндетті түрде орындалмайды. Жалпы арманның орындалуының ең бірінші ережесі әйел адамның энергиясы өте жеңіл болу керек. Ол ойлады, әлемге тапсырды, болды. Ары қарай әлем өзі қалай істейтінін, қалай беретінін өзі жақсы біледі. Ал егер де біз оған араласып кететін болсақ, онда біз жоспарға өз жоспарымызды кіргізіп тастаймыз. Сол себептен де осы жердегі ең басты ереже ол энергиямызды сақтау, оған көп күшімізді бермеу, жеңіл айтып, жеңіл ғаламға жіберу. Енді осы айтылған нәрсе түсінікті болу үшін мысалмен айтайын. Жалпы мына сумканың тарихы туралы. Дикинай менің ең жақсы көретін брендім. Жалпы мен өзім осы 2023 жылы тек қана осындай өзіме тамаша брендовый сумкалар сатып аламын деген мақсат қойған болатын. Армандарға жазған болатынмын. Және сол арманның ішінен 4 сумка орындалды. Өте қуаныштымын. Және осы сумканы біз мегацентрге отбасымызбен қыдыруға барған кезде жолдасым сатып алып берді. Оның алдында мен жалпы Дикинайдың сумкасын алсам екен деп өзім сайттарын қарап, армандап жүрген болатын. Сонымен енді сол күні-ақ сатып алады деген ой болған жоқ. Әлемге жеңіл жібердім, оған көп жаңағыдай энергия салмадым, күш салмадым. Сонымен қыдырып жүрген кезде тамақ ішіп болғаннан кейін үйге қайтайын деп жатқанда Дикинайдың брендін көріп қалдық. Сөйтіп ішіне кіріп, осындай ұнады деп жай ғана жолдасыма айта қала салып едім. Ол сол күні-ақ давай саған сатып алайық деп ниет білдіріп, сол осы сумканы алған болатынбыз. Сол себептен де қыздар армандар орындалады. Қазіргі уақытта мен осы 2023 жылы брендовый заттарды алам деп өзіме сөз берген болғанмын. Осы жаңа жылда өзіме Дикинайдың сағатын алдым, Тисоттың сағатын алдым. Сондықтан да осы нәрсенің орындалатынына, жалпы осы айтылып жатқан нәрселердің шын мәнінде жұмыс істейтініне көз жүгірту үшін, сіздерді сендіру үшін осы мысалдарды келтіріп отырмын. Және осы нәрсе жұмыс істегеннен кейін ғана осы видеоны жазып отырмын. Сондықтан да қалаған нәрсенің тез орындалуының екінші себебі ол бізде логикаға салмау. Мен жақында ғажап 2024 деген курсты шығарған болатын. Сол курсты алып көрсеңіздер болады. Ол курстың басты мақсаты мен не жеткізгім келді. Жалпы қыздардың көбісі армандаған кезде, аффирмация жазған кезде, олар көбінесе логикаға салып кетеді. Жазған нәрсесіне сенбейді. Сонымен қатар ол сол затқа лайықты екеніне және әлем оған сол затты бере алатынына сенбейді. Неге? Өйткені біз ғажапты жоғалтып алғанбыз. Бізде ғажап бала кезде болады, бірақ бір уақыттарда біз оны жоғалтып аламыз. Әркімде әртүрлі, сондықтан ол жерде арнайы техника бар. Қай кезде сіз ғажапты жоғалтып алдыңыз, қанша жаста болдыңыз, және неге сіз армандарға сенбей кеттіңіз, неге ақша потогыңыз түсіп кетті. Осы нәрсенің барлығын сол курстан жауаптарды табуға болады. Сондықтан да ол курсқа қазір 90% жеңілдік болып жатыр. 5000 теңгеге алсаңыздар болады, өз бағасы 50 000 теңге. Сондықтан да алам десеңіздер, WhatsApp номер хабарлассаңыздар болады, барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз.
Сонымен бүгінгі тақырыпты қорытындылайтын болсақ, әйел адамның қалағаны тез орындалу үшін ең әуелі оның энергиясы жеңіл болу керек, я. Екінші, ол логикаға салмау керек. Яғни сен ойладың, әлемге жібердің. Яғни әлемнің жоспарына араласпаймыз. Үшінші нәрсе, ол әйел адам жалпы мына арманды жазған кезде, ол ең әуелі оңай нәрселерден жазу керек. Яғни қолынан қазір келетін, орындай алатын нәрселерді жазған кезде, ол орындалады, ми не істейді, сене бастайды. Егер де біз бірден қазір мені сендіре алмайтын бір үлкен сома жазатын болсақ, үлкен бір қымбат сыйлықтар жазатын болсақ, шетелді жазатын болсақ, шетелде демалуды, онда міндетті түрде ол бірден орындалмай қалғандықтан неге армандар орындалмайды екен деген ой қалыптасып қалады. Сол себептен де осы жерде осы қарапайым нәрселерді біз қағидаларды орындайтын болсақ, онда қалағанымыз шын мәнінде тез орындалатын болады. Және ең бастысы тез деген сөзді алып тастайтын боламыз. Жалпы осы жерде тағы айтып өтетін нәрсе, егер де сіз қазір ақшалай бір қиындықтар болып жатса, немесе армандарыңыз орындалмай жатса, оны дұрыс жазу жолын білмей жатсаңыз, немесе мақсат, балаға қатысты, отбасына қатысты бір мәселелер болса, мен сіздерді консультацияға шақырам. Егер Алматы қаласында болсаңыз, офлайн консультацияға келсеңіз болады, басқа қалада болсаңыз, онлайн жазылсаңыз болады. Сонымен қатар өзімнің трансформациялық ойыным бар, психологиялық, соған қатыссаңыздар да болады. Көптеген запростарға, сұрақтарға жауап табуға болады. Бүгінге осы, келесі көріскенше күн жақсы.